Баршаңызға сәлем, сіздермен Аралым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай өте тез дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен капустаны алып, осылай ұзыншалап турап аламыз, жіңішке ұзыншалап турап аламыз. Барлық керек заттарды видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Қажетті заттардың мөлшерін азайтып, немесе кемітсеңіздер де өз қалауларыңызша өзгертуге болады. Капустамыз турап болғаннан кейін қиярымызды алып, осылай бетін шамалы алып жеріп, екіге бөліп, жарты ай пішінде тураймыз. Немесе бетін ашымасаңыз да болады, әркім өз қалауынша. Маған беті ашылған ұнайды, себебі шамалы қаттылау болады. Жұмсақ болсын деп осылай алып тастадым. Одан кейін алдын ала пісірілген жұмыртқамызды осылай ұзыншалап турап аламыз. Үстіне майдалап, осылай ас көпті турап, тағы да салатын боламыз. Одан кейін сарымсағымызды майдалап тураймыз. Немесе теркадан өткізіп салсаңыз да болады. Осылай барлығын майдалап алып, ыдысымызға барлық туралған заттарды және де жүгерімізді салып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да рецепттермен бөлісіп отырамын. Аптасына 2 рет менде жаңа рецепттің видеосын шығарып тұрамын. Осылай салатымызды әзірлеп алғаннан кейін үстіне тұз, қара бұрыш және майонез салып араластырасыз. Майонез міндетті емес, қалаңызша маймен, лимон шырынымен қосып араластырсаңыз да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз және комментарияда бөлісуді ұмытпаңыздар.